Еліміз егемендігін алғалы ширек ғасырдан астам уақыт өтті. Ел аңсаған тәуелсіздіктің оңайшылықпен келмегені барлығына мәлім. Дегенмен шешілмеген мәселенің бірі әлемде де, елімізде де кең етек алған сыбайлас жемқорлық. Осының салдарынан мыңдаған отбасы үйсіз далада қалса, кейбір қаражаттардың тиісті орындарға жетпей, зардап шегіп жатқандар да жетерлік. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру сынды процестерді баяулатады, еліміздің дамуына қауіп төндіреді. Жағдайы жоқ отбасылар, құлауға шақ тұрған үйлер мен жалғыз басты аналардың бүгінгі күйі, медициналық жабдықтардың жетіспеушілігі, осының бәрін байланыстыратын жалғыз дүние сыбайлас жемқорлық. Мен осылай аяғым ауырған кезімнен 13 жаста грипп ангинамен ауырып, сосын осложнение аяғыма беріп, осылай аяғым жүре алмай қалдым. Қазір коляскаге отырып, еңбек етіп жүрмін солай. Мен Аманхан Назым Бақтықызымын. 26 қарашада 85 жылғы дүниеге келген. Өзім ерте жұмыс істегеннен кейін бәрі жұмыс істеп пісіп өскенмін. Қазіргі уақытта өзім пирожки сатамын. Таңертең тұрамын, нанымды ашып, базарға түске дейін таратып шығуға үлгеруге тырысамын. Өмірім осы өз басында үйімде жоқ, кішкентай кезімнен болмағанда, әрі үшін осы 30-дан астым. Жерім болса, хотя бір бөлмелі времянкам тұрғызсам, балаларымның үйім бар. Айтпағым сол баяғы зілзала, ей көкелер халық нанын ұрлама, өтірік күрес жасап жүрсің білеміз сәл бұрылып болашаққа бір қара, пара беріп пара алып құнықпа, пайдасы жоқ дүниемен шынықпа, қалтаңа сап миллиондап жегенің ал желкенінен шығатын ұмытпа, жатырмыз ғой жалған іске шырмалып, жалған сөзге сенгендей боп тұр халық, гүлдей жайнап, көркейеміз бір күні, жатсаң егер жемқорлықты доғарып.